Бірнеше жыл бұрын Павлодарда креативті экономиканы дамыту концепциясы әзірленген еді. Кешенді жоспар шеңберінде жастардың бастамасын дамыту орталығының жанынан 15 бағыт бойынша жұмыс істейтін корпус ашылды. Ендігі мақсат креативті индустрияны өңірлік деңгейде дамыту. Бұл іске жергілікті жоғары оқу орындарының мамандары да араласып, шығармашыл жастарға қолдау көрсетіп жатыр. Бұл Павлодардың танымал тиктокерлері бір топ жас бір жыл бұрын өздері білім алатын университеттің ресми парақшасын ашқан. Бүгінде әлеуметтік желідегі парақша пайдалы ақпараттармен бөлісу алаңына айналып, мыңдаған жазылушысы бар аудитория жинап үлгерді. Хороший спрос и хорошее предложение. Қызметімізге сұраныс барда жаңа деңгейге шыққымыз келеді. Сапалы жарнама жасау, TikTok парақшасын жүргізуге оқытуды қолға аламыз. Осылайша университет қабырғасында жүріп-ақ нәпақа табамыз. Ең бастысы бұл бағытта қызығушылығымыз зор, қолдау да бар. Шығармашыл жастардың көздегені бұл ісі табыс көзіне айналдырып, креативті кәсіпкер атану. Студенттердің тағы бір бөлігі бизнес жүргізу дағдыларын меңгеріп, қалаған жобаларын жүзеге асыра алады. 17 глобальных проблем по всему миру. Біз баршамызды алаңдатқан мәселелерді шешу мақсатындағы жобаларды әзірлейміз. Мәселен, өткен жылы Airflex атты жобамыз халықаралық байқауда жеңіске жетті. Біз бөлмеге сырттан келетін ауаны тазартатын құрал ойлап таптық. Осылайша аллергияға шалдыққан адамдарға көмектескіміз келеді. Ұлттық деңгейдегі жарыста экологиялық жобамыз жүлделі орынға ие болды. Оқытушымызбен бірге топырақтың тұзданып кетуін тоқтату жобасын әзірледік. Бұл бүгінгі күннің өзекті мәселесі. Тұзданып бара жатқан жерге мия тамырын көптеп ексе, проблеманы алдын алуға болады. Сынақ сәтті өтті. Енді толыққанды жүзеге асырып, авторлық құқық алмап. Облыста жолдау жүктеген міндеттер аясында креативті жастарға барынша қолдау көрсетіледі. Бүгінде жастар бастамаларын дамыту орталығында 15 клуб жұмыс істейді. В том числе это и медиа. Медиа, музыка, дыбыс жазу бағыттары бойынша жұмыс істейтін клубтарға келушілер көп. Жастар үшін бар жағдай жасалған. Заманауи құрал жабдықтар бар. Ең бастысы тәжірибемен бөлісетін азаматтар жетерлік. Ортақ мақсатымыз креативті индустрияны жаңа деңгейге көтеру. Клубтарға келетін жастардың қарасы қалың. Мамандар арнайы бағдарламалар әзірленіп, қолдау көрсетілсе, креативті кәсіпкерлік қарқын алады деген ойда. Ақмарал Есімханова және Марат Игіліков, Хабар 24, Павлодар.